Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін атмосфера тақырыбын ары қарай жалғастырамыз. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз атмосфералық құбылыстар және қолайсыз атмосфералық құбылыстар туралы айтатын боламыз. Жалпы атмосфералық құбылыстар бұл ауа райының элементтері. Біз қазір сіздермен бірнеше атмосфералық құбылыстарды талдап өтейік. Бірінші, мұнарлану. Мұнарлану дегеніміз жалпы ауаның аздап көмескіленуі. Яғни ауаның әртүрлі ұсақ аэрозолдардың қоспалары арқылы анық емес көмескіленіп көрілуін біз мұнарлану деп айтамыз екен. Екінші атмосфералық құбылыс ол тұман. Бұл да қашықтық бойынша ауаның көмескіленуі, бірақ тұман дегеніміз ауаның және жер бетіне жақын қабатында өте пайда су тамшылары және ұсақ мұз түйіршіктерінің жиынтығы екен. Ол бірнеше метрден ондаған метрге дейін қашықтықты көре алмау, яғни көмескіленуі тұманда да байқалады екен. Келесі атмосфералық құбылыс ол түнек. Немесе оны қара түнек деп айтуға да болады. Жалпы еліміздегі дала, шөлейт, шөл зоналарындағы болатын өрттің немесе құмды шаңдардың әсерінен атмосфераға көтерілген тозаң деп айтсақ болады. Яғни бұл жерде де түнекте де ауа көмескіленеді екен. Және бұл жерде тағы бір балалар топырақ эрозияға ұшырайды екен. Келесі атмосфералық құбылыс ол шық. Немесе балалар, бұл атмосфераның төменгі қабатында пайда болатын жауын-шашынның түрі деп айтуға болады. Шық 0 градустан жоғары жағдайда ағаш, топырақ бетінде пайда болатын судың ұсақ тамшылары. Тағы бізге таныс бір атмосфералық құбылыс ол кемпір қосақ. Жауын жауғаннан кейін болатын жаңағы бұлттың төменгі жағынан байқалатын құбылыс. Радиусы 42 градус шамасында болатын әртүрлі түстерге бөлінген ашық доғаны біз кемпір қосақ деп атаймыз екен. Тағы бір атмосфералық құбылысты қарастырайық, ол қылау. Балалар, қылауда шық сияқты атмосфераның төменгі қабатынан пайда болатын атмосфералық жауын-шашынның түрі. Яғни қылау бұл ағаш бұтақтарында, электр желілерінің сымдарында қатып қалған ұсақ мұз қалдықтарын қылау деп атаймыз. Тағы бір атмосфералық құбылыс ол көк мұз. Көк мұз, яғни бұл минус температура кезінде, яғни 0 немесе -10, -15 температура кезінде жер бетінде немесе заттардың үстінде түсетін тегіш жылтыр мұздан түзілген жауын-шашынның бір түрі екен. Бұл көк мұздың байланыс желілеріне, көлік қатынасына зияны өте көп. Немесе біз оны көк тайғақ деп айтуға болатын құбылыстардың бірі екен. Енді тағы бір құбылыс туралы қарастырайық, ол балалар атмосфералық электрлену құбылысы. Мен қазір жазайын, атмосфераның электрлену құбылысы. Бұл электрлену құбылысын балалар біз үшке бөліп қарастырсақ болады екен. Бірінші ол жай, екінші күннің күркіреуі, үшінші найзағай. Жалпы жай дегеніміз не? Бұлттың немесе жердің арасындағы өте үлкен орасан электр қуаты екен. Ал күннің күркіреуі ол найзағай жарқылымен пайда болатын дыбыс. Ал найзағай жай мен күннің күркіреуі кезінде пайда болатын жаңағы уақытша жылдамдығы бар желмен пайда болатын құбылыс екен. Әсіресе найзағай Евразия материгінің қоңыржай белдеуінде көбірек байқауға болатын құбылыстардың бірі екен. Тағы бір құбылыс бар балалар, ол бұршақ.
Бұл бұршақ жалпы Қазақстанда, орталық Қазақстанда 40% болса, ал балалар ол таулы аймақтарда сол пайыз 2 еселенеді екен. Немесе Іле Алатауы, Жетісу Алатауы, Алтай тауларында бұл құбылыс көбірек байқалады екен. Немесе оның пайда болуы найзағаймен қатар нөсерлі жаңбыр болған кезде бұршақ пайда болады екен. Бұл айтып жатқанымыз біздің атмосфералық құбылыстар. Ал қолайсыз атмосфералық құбылыстар дегеніміз не? Біз осы көріп тұрған құбылыстардың ішінен қолайсыз атмосфералық құбылыстарды ажырата аламыз ба? Иә, әрине. Бұршақ мысалы қолайсыз атмосфералық құбылыс, көк мұз қолайсыз, найзағай деген сияқты. Иә, одан басқа аңызақ жел, шаңды боран, көктайғақ, тағы қандай бұрқасын, қар көшкіні сияқты қолайсыз атмосфералық құбылыстарды айтуға болады екен. Балалар, қолайсыз атмосфералық құбылыстар адамның шаруашылық әрекетіне, жалпы құрылысқа, көлік желісіне бәріне өзінің зиянын тигізіп отырады, иә? Ал енді жалпы қазіргі кезде атмосфераның ластануы бұл ғаламдық проблема. Оның ластануы бүкіл биосферадағы тіршілікке зиян келтіріп тұр. Ол атмосфераны ластаушы заттар не? Олар азот оксиді, немесе қорғасын, мырыш, мыс сияқты ауыр металдар, сондай-ақ аммиак, күкіртті газ, улы газдар. Міне осының барлығы атмосфераны ластаушы. Себебі қазіргі уақытта адамның шаруашылық әрекеті климаттың өзгеруіне өте үлкен өзгерістер алып келіп отыр. Өте үлкен әсер етіп отыр. Сондықтан біз атмосфераны, яғни ауа қабатын қорғай білуіміз керек. Мынау біздің айтқанымыз атмосфералық құбылыстар және қолайсыз атмосфералық құбылыстар. Кез келген қолайсыз атмосфералық құбылыстардан сақтану жолдарын білуіміз керек. Мысалы, көктайғақ. Көктайғақ кезінде адам көбіне дене жарақатын алуы мүмкін, содан сақтануымыз керек. Немесе үлкен ғимараттар жанынан алыс жүруіміз керек. Осындай жаңағы қолайсыз құбылыстардан сақтық ережелерін сақтап жүруіміз керек. Сонымен бүгінгі тақырып сіздерге түсінікті деп ойлаймын. Жалпы атмосфералық құбылыстарды, соның ішінде қолайсыз атмосфералық құбылыстар туралы қарастырдық. Сіздерге тақырып түсінікті болса, мен сіздермен қоштасамын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.